Баршаңызға сәлем. Дәл осындай ерекше котлет және де гарнирді әлі жеп көрмеген боларсыздар. Бұның дайындалуы да өзі де бір ерекше, тойымды жаңа рецепттердің бірі. Бір дайындап жасап көріңіздер. Ол үшін қажет болады бізге фарш, пияз, майда үкіштен өткізіп аламыз. Оған қара бұрыш, тұз, қажетінше приправа, сосын нанның ұнтағын қосамыз. 3 жұмыртқаның ағын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қоспамызды енді формаға келтіріп алатын боламыз. Алдын ала листі осындай сары маймен жақсылап майлап алдық. Енді қараңыздар, осындай қайық формасында қолымызбен шұңқырлау етіп осылай формаға келтіріп аламыз. Формаға келтіріп алған котлеттеріміз үлкенде формада 6 штук болып шықты. Дайын болған котлеттерді 200 градус пеште 10-15 минут пісіріп алатын боламыз. Оған дейін біз сырды үкіштен өткізіп аламыз. Майда көзді үкіштен өткізіңіздер. Сосын 5-6 штук суда піскен картопқа тұз, аздап қана сүт қосып, жақсылап езіп аламыз. Келесі кезекте біз соус дайындайтын боламыз. 200 грамм суға 1 ас қасықта томат қосамыз, аздап қана тұз. Менде домашний сұйықтау томат болғандықтан 2 ас қасық қостым. Жақсылап араластырып, тұзын ертіп аламыз. Мінекей соусымыз дайын. Осы уақыт 10-15 минут ішінде мінекей бағанағы дайындап қойған фаршымыз пісіп шығады. Осылай майлары еріп. Енді езіп алған картопты осылайша қасықпен әдемілеп котлет формасына келтіріп қойып шығамыз. Картоптар қойып шыққан соң үстінен сырды қойып шығамыз барлығын. Енді кезекте дайын тұрған соусты осылай шетінен құйып, барлық жеріне бір тегісте құйып шығамызда 180 градуста 10-15 минут пешке салып пісіруге қоямыз. Оған дейін гарнир дайындап аламыз. Пешке қызып тұрған табаға аздап қана сұйық май, жақсылап жуып тазалап алған күрішті салып, 1-2-3 минут жақсылап араластырып қуырып аламыз. Жақсылап 2-3 минут араластырып тұрамыз. Бағана алып қойған 3 жұмыртқаның сарысын күріштің үстіне қосып, тағы да 2-3 минут араластырып пеште ұстаймыз. Алдын ала майдалап турап алған осындай қызыл, сары немесе жасыл түсті болсын болгарский қосып жіберсеңіздер, ерекше дәм береді, әрі әдемілік береді. Оны да 1-2-3 минуттай осылай ұстаймыз да, одан кейін үстіне жүгері, горох қосып, қажетінше тұз қосып, жақсылап араластырып, тағы да 1-2-3 минуттай жақсылап араластырып жібереміз. Енді қайнап тұрған суды үстіне құйып, қараңыздар, судың мөлшері көп болып кетпесін, бетін жауып, астын жай қойып, бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Міне, оған дейін біздің котлетіміз де дайын, қараңыздаршы. Осындай көрініске ие, тойымды, әрі ерекше тағамдардың бірі. Бір котлеттің өзіне гарнирмен бірге бір адамға жетеді. Мінекей шашылып, күріштеріміз аралары жабыспай әдем болып шықты. Егер рецепт ұнаған болса, каналды қолдап, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазып, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Ас болсын!